Өңірде індетті жұқтыру фактісі өршіп, қызыл аймаққа енді. Осыған байланысты карантиндік талаптар күшейтіліп, бірқатар шектеулер енгізілді. Қазіргі таңда қалада шектеуге қарамастан отбасылық жиындар тоқтатылар емес. Қала әкімдігі жанынан құрылған арнайы мониторингтік топ кезекті рейдке шықты. Қалалық бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес өңірдегі эпидахуалдың өршуіне байланысты карантин талаптары күшейтіліп, шектеулер енгізілді. Қазіргі таңда қабылданған жаңа қаулы аясында ашық қосымшасы бар мекемелер жұмыс күндері 20:00-ге дейін, ал жобаға тіркелмеген нысандар 17:00-ге дейін халыққа қызмет көрсететін болады. Сенбі, жексенбі күндері жұмыс жасамайды. Шектеулер қатарында отбасылық жиын, туған күн, той және ас беру рәсімдеріне мүлдем рұқсат жоқ. Сол себепті мониторингтік топ күнделікті тексеріс жұмыстарын бастады. Бүгінгі кезекті рейд қала орталығында орналасқан Дидар мейрамханасында басталды. Осы уақытқа дейін бірнеше ескерту мен айыппұл арқалаған мейманхана 30 адамға арналған ас беру жиынын өткізуде. Осындай арақашықтық сақталып отыр. Музыка жоқ, бұл кісілерде билемейді, не қылмайды, аппаратура қосылған жоқ. Просто әңгімелесіп отырады, болды. Рұқсат жоқ, шара деп қаулы көрсеткен. Қаулы күшіне енген күні ұлан асыр той жасап, мониторингтік топтың көзіне түскен мейрамхана тағы мойнына хаттама байлады. Осылайша есе айыппұл төлейтін болады. Күндізгі тексеріс жұмыстары келесі нысан Кристал тойханасында болды. Мобильді топты көре сала есіктерін жауып үлгерген нысан иесі 2 сағаттан соң ғана ішке кіргізді. 2 қабатты мекеменің ішінде ас беру және қыз ұзату рәсімдері жүргізілуде екен. Жауапты сала мамандары мейманхана әкімшісіне 2 жағдай бойынша анықтама толтырып, ас беріп жатқан және ұзату тойының иесіне хаттама жазды. 2 жиында тоқтатылды. Дидар мейрамханасында ас беру дерегі анықталды. Сонымен қатар Кристал мейрамханасында ас беру, сонымен қатар қыз ұзату деректері анықталды. Аталған деректер бойынша тиісті құжаттар жинақталып, әкімшілік құқық кодексінің 425 бабына сәйкес барлық деректер жинақталып, ол мысалы осы мейрамханалардың меңгерушілеріне, администраторларына, сонымен қатар осы тойды ұйымдастырған той иелеріне және де келген қонақтарға қатысты құжаттар, әкімшілік құжаттар жинақталып, қазіргі таңда шешім қабылдап қаулы шығару үшін СЭС-ке жолданатын болады. Той, көпшілік жиындарды тоқтатуды сұраймыз. Өңіріміз 15 күннен бері қызыл аймақ қатарында. Күнделікті індет жұқтыру дерегі де 100-ден жоғары. Соған қарамастан түрлі жиын өткізгендердің барлығына айыппұл салынбақ. Тоғжан Ғалымжан Қожақ, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.